Сәлеметсіздер ме жақсыларым? Бүгін біз өзбек ұлтының нанын, яғни ташкентский лепешка пісіреміз. Ол үшін бізге ұн керек, ерітілген май, су, қант, тұз, дрожжи. Енді бастаймыз. Жылытқан суды қантпен және де дрожжмен араластырып аламыз. Оған 4-5 қасық ұн салып, енді араластырамыз. Араластырып аламыз да, оны 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ол дрожждың өзінің реакциясына түсу үшін, яғни апара деп аталады. Мінекей үстіп көпіріп шығу керек 15-20 минуттан кейін. Сосын оған қалған заттарымызды саламыз. Тұз, ерітілген май, сосын оны араластырамыз үстіп жақсылап. Араластырамыз. Сосын ұнымызды қоса бастаймыз. Ұнымызды қосып, әдемілеп, сосын оны әдемілеп иілейміз. Шерінде жаңағы шет-шеттерінде қамыр қалмау керек, ешнәрсе қалмау керек. Әдемілеп тұрып иілейміз оны. Бір келкі қылып иілеп, әдемілеп, сосын оны 2 сағатқа, болмаса 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Жылы жерге ұстап. Мінекей, осындай қамыр болу керек. 2 сағаттан кейін ашқан қамырымызды аламыз. Оны әдемілеп бөлеміз. Бірінші өлшеп аламыз, қанша грамм шыққанын. Болмаса теңдей өздеріңіз көз мөлшерімен бөле берсеңіздер болады. Менде 920 грамм шықты. Мен оны 3 кішкентай лепешкаға бөлемін. Сосын оны домалақтап, әдемілеп үстіп қойып қоямын. Домалақтап. Сосын өзінің табасына саламын да, домалақ күйінде қойып, үстіне жаңағы майлық жауып қоямын. Жылы жерде 15-20 минут тұра тұрсын. Ол өзі көтерілгеннен кейін оның формасын сосын жасаймыз. Міне, ол көтерілді. Енді үстіп, ортасын ашып, шет-шеттерін келтіріп, үстіп формасын жасаймыз. Міне, мен лезвие алдым. Абайлап қолданыңыздар. Үстіп әсемдеу үшін лезвиямен кесу жерін. Пышақпен кессем болмайды, жаңа жабысып, быт-шыт болады. Сол үшін лезвие алдым. Сосын менде ортасын домалақтайтын зат жоқ екен, формасын келтіреді. Мен венчик алып алдым да, оны бастырып қойдым. Енді жұмыртқаны жарып алып, оны әдемілеп тұрып жағамыз. Үстіп жағамыз, үстіне кунжутты себеміз. Үстемізді пешке салып жібереміз. Үстемізді 20 минут 230 градуста піскенін күтеміз. Әні біздің ташкентский лепешкамыз дайын болды. Иісі мұрын жарып баратыр. Мінекей осындай болды. Өте дәмді, өте жұмсақ, иісін мұрын жарады. Тура иісін мұрын жарады, жұмсақ, әп-әдемі лепешкамызды енді отырып бәрін шайға шақыра берсек болады. Ыстық нан мен ыстық шай ішіп отырайық. Ал ас болсын.